Мен Баймұрат Салтанат Жанділдақызы, нөмірі 39 гимназияның тарих пәнінің мұғалімімін. Гуманитарлық ғылымдар магистрімін. Ұстанымым: ұстаздық ұрпаққа бақыт беру, жүрекпен сезініп, жан тәнімен қызмет ету. Білім таусылмас қазына, өнер жұтамас байлық демекші, педагог жолында өз мамандығымды жетілдіріп, біліктілігімді арттырып келемін. Аудан көлемінде кәсіби конкурстарға қатысып, жүлделі орындар алдым. Зерттеу жұмыстарының нәтижесі бойынша Сырдың төменгі ағысындағы даңқты тұлғалар және Шәкет атаның әңгімесі айтты қысқаша жинақ кітабымды шығардым. Зерттеу жұмысының тағы бір айғағы Listen Study бойынша республикалық ғылыми тәжірибе конференцияда баяндама оқыдым. Педагогикалық тәжірибемді авторлық идеялармен ұштастырдым. Тарихты оқыту әдістемесінің жинағы шықты және тарих сабағында жаһандық құзыреттілікті пиза тапсырмалар арқылы дамыту бұл авторлық бағдарламамды қазіргі таңда облысқа ұсынып отырмын. Және үздік автор бағдарламасы 2025 байқауына қатысып, аудандық деңгейде 3-ші орынға иелендім. Аудандық көлемде Дарын республикалық ғылыми практикалық орталығының ұйымдастыруымен өткен Дарын ғылыми жобасына өзінің жобасын ұсынған шәкірттерім болған болатын. Олар жүлделі орындарға ие болды. Мен өзім мектепшілік жалынды жастар дебат клубын құрдым. Сол бойынша аудандық ұшқыр ой алаңы дебатының турнирінде үздік кейс номинациясын иеленген болатынмын. Жарыста белсенді бар күшін салған, ұстаздық рухымен биікке талған, жеңіс те, жеңіліс те тәжірибе ғана, шәкірт жүрегінде сенің даңқың қалған. Қорытындылай келе, мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, ал оқуды, ізденуді тоқтатқанда оның мұғалімі де жойылады деген екен.